Жолаушы сиыр, ақылды күшік. Алматы мен Ны ауданының арасына қатынайтын кешкі автобус Жамбыл колхозына келіп тоқтады. Үлкен қызыл бүйір автобус болатын. Аялдама үйшігінің саясында оның келуін тосып отырған 3-4 әйел бала шаға бар еді. Буыншақ түйіншектерін көтеріп алып, олар автобустың артқы есігінен қарбаласып міне бастады. Ал алдыңғы есіктен жасы 7-8 шамасында бір қыз түсті. Бұл Аяжан еді. Әлде қандай қамқор, күтімшіл жанның Аяжанды бұл сапарға құнттап, майпаздап шығарып салғаны көрініп тұр. Киімдері тап-таза, ықшам. Бұршақ суретті көкшіл сарафанның сыртынан желбегей киген қызыл жемпірі мына ыстық күнде оны пысынататын түрі бар. Маңдайы шұп-шұбар боп тершіп кетіпті. Өз бойына үлкендеу ап-ауыр қара чемоданды мықшия көтерген бойда Аяжан тас жолдың шетіне шығып тұрды. Кондуктор әйел есіктен басын сұғып, баратын үйіңді анау балалардың бірінен сұрап ал, қош бол деді. Қош болыңыз, автобус есіктерін шиқ еткізіп жауып алды да түтінін пырс-пырс атып кете барды. Бұл мал өрістен қайта бастаған кешкі мезгіл. Топ-тұра Аяжанды бетке алып, бір қояр сиыр шұбырып келеді. Бұрын мұндайды көрмеген Аяжан әлгілерден сескеніп, сасайын деді. Япырай, неге ешкім қарсы алмайды? Мамам телеграмма беріп хабарлаймын деп еді ғой. Бұлар қайда жүр деген ой Аяжанның басында үрейлі сезіммен араласып, құйын болып ұйтқыды. Төңірегіне жалтақ-жалтақ қарағанмен Сарыбай атасының үйіндегілерден ешкімнің де таныс қарасы көрінбеді. Бұл кезде шұбырған сиырлардың алды Аяжанның деңгейіне келіп те қалған. Кітаптан, суреттен көргендей, немесе кинодан қарағандай емес. Ойпыр-ай, түстері мұндай суық болар ма? Мүйіздері арбиып, көздері бақырайып, өздері тіпті қорқыныштақ. Аяжанды жатсынғандай кейіппен сиырлар жалпақ мойындарын бұра қарап қояды. Аяжан қаптаған қалың сиырдың ортасында қалды. Не істерін білмей тұр. Мамасы келесі жексенбіде өзім алып барайын дегенде көнбеген өзі еді. Өр мінезін ұстап, өзім де бара алам. Жолдың тап үстінде автобус тоқтайтын жердегі атамның үйін таба алмаймын ба? Таба аламын. Жұрттан сұрап алам, деп құлшынған. Сонысының ағаттық болғанын Аяжан енді түсініп, өкініп тұр. Бір жақсысы, сиыр айдаған екі бала осы кезде Аяжанның дәл қасына келіп қалған еді. Әй балалар, Сарыбай ұстаның үйін білесіңдер ме? Деді Аяжан. Омырауы аңқиған кеуделілеу жалаң аяқ бала қалт тоқтай қалды. Білеміз. Оның қасындағы су жаңа шибарқыт костюм киген, велосипед жетелеген қуқыл өңді фуражкалы бала. Сарыбайдың үйі анау арғы көшеде деді. Аяжан жалына сөйледі. Мені сол үйге ертіп апарыңдаршы. Керек болса өзің бар, деп велосипед жетелеген бала жайына жүре берді. Мен сиырлардан қорқып тұрмын. Осы кезде Аяжанның дәл артқы тұсынан пыс-пыс еткен жат сыбыс естілді. Ол артына бұрылып қарай бере бақырып жіберді. Арбиған екі мүйіз желкесіне тақалып қалған екен. Аяжан еліктей шошына ырғып жалаң аяқ баланы барып құшақтай алды. Отты көздері бақырайып, уыз жүзі дір-дір етіп қуарып кетіпті. Жалаң аяқ бала, сүзбейді ол, қорықпа, деді Аяжанға. Әлгі фуражкалы бала Аяжанның бұл қылығына күлемін деп түкірігіне шашалып, қиқылдап шиқылдады да қалды. Аяжанды шошытқан қызыл сиыр бұл кезде оның орнында қалған чемоданын ұзын қызыл тілін сүйреңдетіп жалай бастады. Өйткені чемоданнан бұрқырап алма иісі білініп тұрған. Өй оңбаған қусасық, деп жалаң аяқ бала қолындағы таяғымен сиырды жіберіп ұрды. Баланың періп жібергендігі ме, жоқ әлде ыңғайы солай болды ма, таяқ сиырдың қақ маңдайынан қадала тиді де анадай жерге ұшып кетті. Сыбағасын алған қусасық жалт бұрылып шеңбірек атқан ауыр тоққарына зірк-зірк етіп қаша жөнелді. Бәлем, сол керек саған, деп Аяжан іштей сүйсініп қалды. Жалаң аяқ бала оған қызыл сиырдан табанда өш алып бергендей болды. Майлаяқ, әкел таяқты. Жалаң аяқ баланың соңынан ерген ала күшігі бар еді. Қармақ тәрізденген қайқы құйрығын бұлғаңдатып, едірейе қарап тұрған. Есіне ол екі айтқызбады. Тура жүгіріп барды да сиырдың басына тиіп, ұшып кеткен таяқты тістеп алып келді. Мына күшіктің ақылдысын қарай гөр,
деген оймен аяжан жалаң аяқ бала мен майлыаяққа кезекпе кезек қарады.